Көріп кел соңғы бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Анасы мен інісі Маржанды күндіз-түні күзететін болды. Далаға шықса да еріп жүретін. Бір күні анасы емші кісіге апарды. Бірақ ол кісі қабылдаудан бас тартты. Маржан ол кезде есін білмейді екен. Емші кісіге сізге бір әйел дуа жасады, шашын қалдырды деген сөзді айтқан. Маржанның айтқаны дәл келді. Ол кісі тағы сенбей сыртынан бір әйелді кіргізіп, үстінде қандай киім киген, қандай мәселемен келгенін айтшы дегенде, ол әйел көк түсті киім киген, обыр ауруына шалдыққан, бір ай ғана өмірі бар дегенде, байғұс әйел жылап жіберді. Маржаннан қорыққан емші, кетіңдер, тез кетіңдер деп айқайлады. Сыртта бір қыздың шырқыраған даусына шыдамай, қасына барып басынан сипап, сенің ауруыңды өзім алдым дегенде, ол қыз жылауын қойып, Маржан тағы есінен танып құлады. Одан кейін ештеңе болмағандай намазын оқып, өз қалпына түсті. Бұл жағдайды өзгелер түгіл өзім де түсінбеймін қандай құбылыс екенін деп аяқтады кейіпкеріміз. Қазіргі кезде кейіпкеріміз өзінен 10 жас үлкен кісіге үйленіп, тағы ана атанып, бірінші күйеуінен туған қызымен бақытты да баянды өмір сүріп жатыр. Соңы